Сәлем достар, бүгін терезе қуырып жейміз. Негізі бір жақтарда чак-чак деп айтады, өзінде снейк деп жазылып тұр ғой, біз бала шағамызбен терезе деп ат қойып алдық. Терезелерімізді қызып тұрған майда қуырамыз. Салсаңыз өзі пытыр-пытыр етіп, тез ғана 1 минутқа жетпей қуырылып, үлкен-үлкен болып жайылып шығады видеодағыдай. Той жиындарда дастарханға қойып жатады ғой. Негізі бұны сгущенкамен араластырып жесең өте күшті. Енді құрамында не бар екен білмеймін, әйтеуір майға салсаң сразу пісіп шығады. Терезелеріміз дайын боламын дегенше сіздерге бір әңгіме айтып берейін. Бала кезімізде оңтүстік жақта гәп дейді ғой, черный касса ойнайтын апаларымыз. Сонда гүлденген дастарханды тек мерекелерде, туған күндерде көреміз ғой. Сонымен қонақтар кеткен соң отырасыңдар, жағаласпаңдар дейді бізге. Күтіп жүресің. Отырыс қызық бола ма, түннің бір уағында бітетін. Ол кезде ұйықтап қаламыз. Таңертең көзімізді ашып тұрсақ, ештеңе қалмайды ғой, жинап тастайды бәрін. Қазіргі балаларда бәрі бар ғой, не ішем, не жемеймін демейді. Магазинге өз беттерімен бара береді самостоятельно болып. Біздің кезіміз жақсы мет деп қаласың кейде. Әр нәрсенің қадірін біліп, бағалай білесің. Тамақты сұрап етпейсің. Терезелерімізде қуырылып дайын болып қалды. Бір пачкіден осындай бір шара шықты. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.